Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 8 наурыз күніне арналған қорапшалар мен сертификаттарды дайындаймыз. Шаблондарды 210-230 граммдық жылтыр қағазға 5 полей шығарамыз. Шаблондарды кесу үшін ұзын сызғыш қолданыңыздар. Әр шаблонның артық жерін қиясыздар. Кеспес бұрын видеоны соңына дейін қараңыздар, себебі кейбір адамдар осындай кішкентай жерлерді қате кесіп қалуы мүмкін. Барлық артық жерлерін қиып шығамыз. Тік жерлерді сызғыш және канцеляр пышағымен кесіп шықса болады, ал осындай жерлерді қайшымен қиыңыздар. Жоғарғы жағын дәл солай қиып шығамыз. Егер де сізде плоттар бар болса, осындай доғал жерлер өте әдемі кесіледі. Бұл қиып жатқаным келесі шаблон. Жұмысты асықпай, ұқыпты жасауға тырысыңыздар. Міне қиылған кезде осындай болып шығады. Бұл шаблонды форма бойынша қиып шығамыз. Бұл шаблондар екі тілде Bonbon каналына жүктелген. Енді беговка жасауға кірісейік. Осындай беговкаға арналған тақтайша мен сызықтар өте әдемі көрінеді. Лента өткізуге тесік жасаймыз. Бұл шаблон птичье молокоға арналғандықтан Қазақстан шоколады шеттен шығып тұрады. Видеода көрсетілгендей әр сызық бойымен беговка жасап шығамыз. Беговка жасағанда осындай сызықтар екінші жағынан көрініп тұрады. Шаблонды ішке қарай бүгеміз. Желім жағып, шоколадқа арналған шаблонды құрастырамыз. Бұның ішіне плиточный шоколад пен ақша саламыз. Альпенгольдты саларда екі жағын бүгіңіздер. Лентаны орап байласа да болады, немесе видеода көрсетілгендей екіге бөліп жабыстырса да болады. Келесі қаламсаппен шоколад салынатын қорапша. Алдыңғы шаблондардай бұны да бүгіп шығасыздар. Ішке қарай қайырамыз. Желім көмегімен жабыстырамыз. Жабысатын жері әбден жабысқанша дейін ұстап тұрыңыздар. Бұл қорапшаға да 100 граммдық шоколадтар сыяды. Ал қаламсапты өзіңізге ұнағандай іліп қойыңыз. Мен бұған лента өткіздім, одан кейін шоколадтарды жабыстырса болады. Сертификатқа мен осындай өзгеше қағаз қолдандым, жемчужная деп аталады. Линия бойынша артық жерін қиып шығамыз. Бұл конверттің үш жерінен беговка жасалады. Осындай пайдалы видеоларды жиі көргілеріңіз келсе, менің YouTube каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер, пікірлеріңізді жазыңыздар. Жасаған жұмыстарымның жасалу жолдарын осылай видеоға түсіріп отырамын. Келе жатқан 8 наурыз мерекесі барлығымызға құтты болсын.